Айналайын балапандарым. Қалайсыңдар? Жақсы демалып жатырсыздар ма? Қазір сіздерге көктемгі каникул. Ойыннан шаршаған боларсыздар. Мен бүгін сіздер үшін облыстық Бәйішев аталарының атындағы кітапханаға барып, жергілікті ақынымыз Сағи Жиенбаев аталарының «Бәрі жақсы ананың» деген кітабын әкелдім. Сол кітаптың ішінен сіздерге «Кім күшті» деген ертегіні оқып берейін. Жақсылап тыңдап отырыңыздар, жайғасып отырыңыздар. Кім күшті? Күресе де білетін, тіресе де білетін, Алтай бала бәрінен күштімін деп жүретін. Қызарса да құлағы, тарқалмайтын құмары, абайсызда бір күні мұзға тайып құлады. Көз алдына бұлт қонып, кірпігіне шық толып, ісіп кетті шекесі, күдірейіп көп болып. Мұз дегенің мықты екен, қалай ұрып жықты екен? Білейінші деп мұндай күш бұған қайдан бітті екен? Әй, мұз деймін, бәрін айтып тезбеймін. Сенен күшті бар мұсы, бар болса мен іздейін. Не дегенің шырағау, менен күшті күн анау. Тастаса бір сәулесін, тас талқан шығарау. Теңізді де кешеді, таудан тауға көшеді. Алтай бала ақыры күнге барды деседі. Қандай өзің көріктен, тұрмын жерден келіп мен. Сенен күшті бар мұсы, тастай мұзды ерткен. Соған балам сендің бе, анау бұлтты көрдің бе? Сол күштірек бөгелсе, өте алмаймын мен мүлде. Тарқамайды құмары, тау басына шығады. Будақ-будақ бұлттардан бала жөнін сұрады. Бұлттар келіп топталып, айтуға енді оқталып, жатқанда жел кенеттен қуып айдап кетті алып. Жел! Әкеттің бұлт айдап, күн сәулесі шықты ойнап. Сен екенсің ең күшті, таба алмап ем қатты ойлап. Ортекедей орғыған, масаттанды жел бұған. Қозғалт енді батырым, мына тауды орнынан. Жел олай жүгірді, былай жүгірді, қозғалмасын білді де, құзға барып жығылды. Деген біреу жел күшті, желдің өзі жер құшты. Бәрінен де асқар тау, сен екенсің ең күшті. Жоқ деді тау, менен де күшті мынау. Емендер, тұрса аяғы денемде, тамырының тереңде. Мұзда қалды далада, құзда қалды далада, күнде қалды көгінде, түк болмады желіңде. Ең күштісі еменім, сен екенсің тегінде. Әлі сен жас баласың, әрнеге таң қаласың. Қажет етсең менен сен, қағаз жасап аласың. Мұз, күн, бұлт, жел, қар орман, адам үшін жаралған. Бәрін соның қорғайтын, күшті ешкім жоқ адамнан. Көрдіңіз бе балалар? Ертегі сіздерге ұнады ма? Сонымен кім күшті екен? Дұрыс айтасыздар, адам күшті екен. Мінекей балалар, ертегі сіздерге ұнаса, ертең осы ертегіден басқа жақсы тағы да бұдан да қызық ертегі оқып беремін. Кездескенше қош сау болыңыздар алтындарым. Уақыттарыңды тиімді пайдаланыңыздар. Сау болыңыздар.